күн, Алтай жастары телерадио кешенінің көрермендері. Сіздермен ашық сұхбат бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушісі мен Гүлсезім Қуанбекқызы. Бүгінгі қонағымыз Мичиган штаты университетінің профессоры, журналист Эрик Фридман мырза. Сізді студиямызда көргенімізге қуаныштымыз. Эрик мырза, сізге алғашқы сауалым, журналистика мамандығын таңдауыңызға не себеп болды? By being a journalist, you can help change the world. Журналисті бола отырып, сіз әлемді өзгертуге көмектесе аласыз. Сіз қарапайым адамдар бара алмайтын жерлерге барып, сырласып, сұхбаттаса аласыз. Ал таңертең жұмысқа барсаңыз, қай күні не боларын біле алмайсыз. Сондықтан сіз әрдайым толқумен алда не болар екен деген сұрақпен өзгерістерге ұмтыласыз. Алғаш жазған мақалаңыз есіңізде ме? Ол не жайында еді? I remember my second article. I don't remember my first one. Өкінішке орай, алғашқы мақалам есімде жоқ. Оның қандай, не жайында болғанын ұмытып қалыппын. Алайда екінші мақалам есімде. Ол сайлау кампаниясы мен реформалар жайында еді. Сол саясаткер кейіннен мен тұратын штаттың губернаторы қызметіне тағайындалған болатын. Сол жолы мен оны алғаш рет көрген едім. Журналистика этикасына нені жатқызасыз? Бақтағы жауапкершілік туралы айтып берсеңіз. I think the first responsibility is to your audience and to the citizens. Менің ойымша, бірінші жауапкершілік ол үкімет пен әкімшілікке де, сіздің жаңалықтар ұйымыңыздың иелеріне де қатысты емес. Ең алдымен сіз өз оқырмандарыңыз бен азаматтарға қатысты болуы тиіс. Сіздің этикалық тұрғыдан әрекет ететін әділеттілік практисі, шынайылық құндылықтарын өз тарихыңызға келтіріп отыруыңыз керек. Этикалық жұмыс жасау дегеніміз, ол тұжырымдардың шын болуын қамтамасыз ету, жемқорлық пен саяси ықпалға бой алдырмау болып табылады. Political influence or advertiser influence. ақш пен Орта Азия журналистикасының айырмашылығы мен ұқсастығы неде? The similarity is that journalists are looking for good stories. Ұқсастық. Журналистер өздерінің қай елде жүргеніне қарамастан, өз аудиториялары үшін қызықты және маңызды нәрселерді жеткізгісі келеді. Сол себептен жақсы оқиғаларды іздейді. Сонымен қатар олар бейне жазбалар түсіруге де дағдылы болуы тиіс. Екіншіден, фотосуреттер немесе әңгіме жазу, іздестіру, ұқсастығын жобалау үшін олар қызығушылық таныту керек. Олардың ақпаратты қисынды түрде айтуы үшін ақпаратты ұйымдастыра білу үшін сұрақтарға жауап беруге дайын болуы керек. Үшіншісі, олар қызыққұмар болып, оқиғаны дұрыс тәсілмен жеткізіп ұйымдастыра білуі. Айырмашылықтары да бар. Соның ішінде айта кетер бір ерекшелігі, Қазақстанда министрлерден, мемлекеттік шенеуніктерден ақпарат алу қиынырақ. Ал ақш-тағы айырмашылық Америка құрама штаттарында журналистер түрмеге түспейтіндіктен, журналистер заңды жаза алып, қиындықтарға тап болуы мүмкін. In trouble legally from time to time, but they don't get sent to prison for what they do. Естуімше, Мичиган университетінде экожурналистикаға арналған орталық бар көрінеді. Ал Қазақстанға сондай орталықтар қажет пе? Және Өскемен экологиясына өзіңіздің пікіріңіз қандай? I think every country should have a university. Менің ойымша, әр елде экологиялық журналистерді даярлайтын бір немесе бірнеше университет болу керек. Өйткені, егер сіз халықаралық қатынастарда немесе білім саласында экологиялық мәселелерді қозғайтын болсаңыз, сіз саяси жетістіктер туралы хабардар болсаңыз, экономикаға қатысыңыз болса, бұл проблемалар сізге әсер етпей қоймайды. Тіпті спорт, музыка, мәдениетке де әсер етеді. Мұндағы экологиялық жағдай туралы естігенім, тау-кен байыту мен қазба жұмыстарының ұзақ уақыттық мұрасының нәтижесінде ауа ластанған десек те болады. Мен құбырлардан шығып жатқан түтінді көрдім. Радиация мен судың сапасына қатысты мәселелер азаматтарға кері әсер етеді. And I have heard about problems with radiation and problems with water quality that affect the citizens. Қазақстанға келгеніңізге бір аптаға жуық уақыт өтті. Жалпы әсеріңіз қандай? Мен тауларды тамашалап, көшелерді қыдырғанды ұнатамын. Осы орайда айта кететін жайт, Өскеменнің халқы өте бауырмал, ақкөңіл. Оқытушылармен, әріптестермен достық қарым-қатынаста болған ұнайды. Дәріс барысында студенттер жақсы сұрақтар қойып, қызу талқыға түсіп, пікірлерімен бөлісіп отырды. Бұл әрекеттер маған қатты ұнады. Журналист бойында жақсы қасиеттер мол болуы тиіс. Осы ретте өзіңіздің 3 жағымды және 3 жағымсыз қасиеттеріңізді атап кетсеңіз. As journalists, collectively, they need to be persistent. Бұл сұраққа жеке өзімнің емес, жалпы журналистерге қатысты қасиеттерді айтып өссем. Мықты жақтарына тоқталатын болсақ,
Біріншіден, ол журналисті өз дегенінен қайтпай, мәліметті алғанша тырыса білетіндігі. Екіншісі, ол алынған материалдарды өңдеп, фактілерді дұрыстап оқырманға түсінікті етуде. Үшіншісі, тілшілер этика ережелерін сақтауы тиіс. Ешқашан алдамауы керек. Шындықты әрдайым іздегендер абзал. Ал осал тұстарына тоқталар болсақ, біріншіден, ол біздің бәсекелестікке бейім болғанымыз. Біз көбінесе телеарналар, радио мен газеттермен жарысып мәліметтің сапасына мән бермей кете береміз. Екіншіден, біз өзімізді маңызды тұлға сезініп, асығыстық танытып жатамыз. Біз жазған проблемаларды үкімет ұғып, тез арада шешулер тиіс деп ойлаймыз. Алайда ол оңай іске асатын жайт емес. Үшінші әлсіз тұсымыз, көп адамдар бақ өкілдеріне күмәнмен қарайтынын ұмытып кетеміз. Олардың ойынша біз өтірікші және жемқор сыңайлы көрінеміз. Осындай ойлардың тууына жол бермеуіміз тиіс. Қалыптасқан пікірді жоюға тырысуымыз қажет. And the third weakness, I don't think we pay enough attention to the fact that a lot of people don't trust the mass media. They think we're biased, they think we're corrupt, they think that we are incompetent. Журналистика барлық мамандықтардың тоғысқан жері деп Бейімбет Майлин айтпақшы, бүгінгі сұхбат осы сөздердің дәлелі болды. Сүбелі сұхбат бергеніңізге рахмет.